Қайырлы күн баршаңызға, сіздермен Айла тәттілері. Бүгін осындай шабдалы пирожный жасаймыз. Столға қонақ күткенге өте ерекше көрінеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен 2 жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап миксерлейміз. Достар, бұл жерде біздің миксеріміздің венчигі мен ыдысымыз тап-таза болу керек. Сол кезде өте жақсы көтерілетін болады. Дәл осылай жұмыртқалы массамыз 2-3 есеге көтерілу қажет. Үстіне жұмсақ ерітілген майымызды саламыз. Үстіне комнатный температурадағы қаймағымызды салып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Үстіне 1 шай қасық разрыхлитель және електен өткізген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Достар, дәл осы рецептпен жасаңыздар, артық ұн, артық май салмаңыздар. Сол кезде сіздерде өте әдемі, өте жақсы пирожный шығады. Қамырымыз осындай жұмсақ болады. Осы қамырымызды 30 граммнан бөліп, дәл видеодағыдай домалақтап қоямыз. Достар, каналымда үнемі шығып отыратын оңай әрі ерекше рецепттер жібере алмас үшін менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Осылай домалақтаған печеньеларымыздың үстін жай басып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 5-10 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің печеньеларымыз дайын болды. Жұмсақ песочный тесто болды. Енді осының ортасын алып тастаймыз. Ортасын алып, бір ыдысқа салып қоямыз. Пирожныйдан қалған печеньеларымызды дәл осылай қолмен езгілеп аламыз. Үстіне жұмсақ сары майымызды саламыз. Және 200 грамм варенкамызды салып, жақсылап араластырамыз. Біркелкі масса болғанша осылай лопаткамен араластырып аламыз. Үстіне майда грек жаңғағын салып, тағы да біркелкі болғанша араластырып аламыз. Мен достар, біздің начинкамыз дайын болды. Енді осы печеньямыздың арасына начинкамызды салып шығамыз. Өте ерекше пирожный болады. 2 печеньямызды біріктіріп, шабдалы тәріздес форма жасаймыз. Міне достар, осы шабдалы формамыз әдемі болу үшін 2 түске бояймыз, яғни сары және қызыл. Менде сары пищевой краситель топ декор фирмасынікі және қызыл пищевой краситель, индийский краситель. Дәл осылай печеньямызды суға батырып аламыз. Сол кезде өте әдемі көрінеді. Және қантқа аунатып аламыз. Дәл видеодағыдай жартысын қызыл, жартысын сары етіп, үстіне қантымызды салып аунатып аламыз. Міне достар, біздің шабдалы пирожныйымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.